Сәлем достар. Кім iPhone 15 күтті? Мен iPhone 15 күттім. Мен сияқтылар бар болса, шай қойып, жайғасып отырыңдар. Қызық болады. Презентация бастағанда iPhone-да жаңа дизайн деді. Сөйтіп бір күлдіртіп алды. iPhone 15-тен бастайық. Енді жоғарыда шығып тұратын Dynamic Island 15-те де болады. Бұрын тек Pro және Pro Max-та болушы еді ғой. Бірақ мақтанатын да бар. Яғни Dynamic Island бұрынғыдан 2 есе үлкенірек болады. Ыңғайлы, көп ақпарат сияды. Кім қоңырау шалды, навигатормен жүрсе, оңға бұрыл, солға бұрыл дегенді үлкен етіп көрсетеді. Ең қызығы мысал ретінде көрсеткенде футболда Интер Майамиді көрсеткен, ал ол жерде Месси ойнады. Яғни және Месси гол соғанын көрсетіп тұр. Еске сала кетейін, Apple-дың трансляцияның кішкентай үлесі Месси алады процент ретінде. Дисплейі бұрынғыдан керемет болады дейді. Жарықтылығы бұрынғыдан, яғни 14-тен 2 есе жарық болады. 2000 нитке жеткізді. Диагональ жағынан iPhone 15 бұрынғыдай 6-да 1 дюйм болса, iPhone 15 Plus бұрынғыдай 6-да 7 дюйм болады. Кім менің Instagramға жазылған, олар біледі. Ал енді сіздерге де айтайын. iPhone 15 5 түсті болады. Енді осында да қайтала кетейін. Қара, көгілдір, жасыл, сары, қызғылт болады. Саған қай түс ұнайды? Комментарийге жазшы, көрейік. Бет кішінісі да мықты болады. Ceramic Shields. Бұрынғымен салыстырғанда ең мықты. Суға да төзімді болады. Камерасына келсек, iPhone 15-те де 48 мегапиксель болады. Бұрын тек 14 Pro және 14 Pro Max-та болушы еді ғой. Енді 15-те де болады. Бірақ ондай фото ауыр болады. Сол үшін 2 пиксельді қосып, енді 24 мегапиксель етіп жасаған. Соның арқасында фотоңыз жақсы болады, бірақ жеңілдеу болады. Мынандай ақылды функция болады екен. Егер сіз адамды қарапайым режиммен түсірсеңіз, ол автоматты түрде портрет болып кетеді. Яғни адамның беті фокуста, қалған жақтары бұлыңғыр болады. Ол iOS 17-ның арқасында. Тағы мынандай бар, тыңдаңдар. 2 адамды портретті режиммен түсірсе, ол тек бір адамды фокуста, қалғанын бәрін бұлыңғыр етеді. Сол түсірген соң, сіз келесі адамға бассаңыз, сол адамды фокуста салады, қалғаны бұлыңғыр етеді. Қызығы. Ал енді процессорына келетін болсақ, 3 нанометрлі, 6 ядралы процессор Bionic 16 болады. Бұрынғыдан, яғни iPhone 14-тен 20%-ке күштірек болады. Графикасы 5 ядралы. Шын айтсам, процессоры мықтырақ, графикасы мықтырақ, бірақ оны ойнамасаңыз, немесе күрделі программа жазбасаңыз, қатты байқамайтын шығарсыздар. iOS-тың артықшылығын айта кетейін. Ең бірінші айтатын жаңалық ол 2 смартфонды жақындатқанда name drop дегені бар. Соның арқасында телефон номері бір-біріне жіберіледі. Енді 5 номерін жазып алайыншы деп айтпайсыңдар. Немесе қызбен танысқанда оның iPhone-ын алып алыңдар да, әкеш фокус көрсетем деп, оның номерін жазып алсаңдар болады. Бұрын естеріңде ме, визитка беруші еді ғой, сол сияқты. Бір-біріне визитка бергендей болады. Келесі артықшылық, егер досың өзінің тұрған жерін жіберсе, iPhone компас сияқты оңға, солға деп сізге сол досыңа жеткізеді. Ал егер сет ұстамайтын жерде сізге көмек керек болатын болса, iPhone спутник арқылы сіздің жақындарыңызға сізге көмек керек екенін хабарлайды. Тұрған жеріңізді жібереді. Бірақ ол барлық мемлекеттерде істемейді. Ал енді iPhone 15-тің ең үлкен жаңалығы ол USB-C қосқышы. Евросоюз Apple-ды қайта-қайта соттап бәле болған шығар. Негізі таңғалатын ештеңе жоқ, өйткені 2-3 жыл бұрын жаңа MacBook-тарда Type-C болған. Яғни iPhone-ға да жететін ой болды. Ол тұрмақ жаңа AirPods шығады. Ол да Type-C-мен. Бағаларына келетін болсақ, нағыз Америкадан шығатын баға, ол iPhone 15-тің бағасы $800, ал 15 Plus $900. Қайсын алушы едің? Ал енді көңілдің бәрін Pro-ға ауыстырыңдар. Pro-да да біраз жаңалықтары бар. Енді Pro титаннан жасалған, яғни жақтауы титаннан жасалған. 5-ші класты титан. Ең мықты және ең жеңіл материал болады. Қолға түскенде түсінесің деп мақтап жатыр. Дұрыс қой, енді Apple-ға сату керек жаңа iPhone-дарды. Дисплейдің жақтауында кішірейткен. Диагональ бұрынғыдай 6-да 1 ол Pro және Pro Max 6-да 7 дюйм болады. Енді түстерін қараңдар. Қара, ақ, көк және титанның түсі сұр болады. Дизайндағы өзгерісті айтайын. Бұрынғы есіңізде ме, дауысын өшіріп тастайтын қосқыш бар еді ғой, оңға солға жылжытатын. Енді ол батырма болады. Оның аты Action Button. Бірақ ол тек
Pro және Pro Max'та болады. Дауысын өшіру үшін басып ұстау керек. Бірақ батырманы басқа командаға ауыстыруға болады. Жылдам ашу үшін, мысалы, камера, микрофон және тағы басқа приложенияларды ашуға болады. iPhone-мен қолданбасаң да сағатты көрсетіп тұратын режимі бар. Ол Always on Display деп атайды. Егер iPhone-ды горизонталды түрде ұстап тұратын болса, ол сағатты күнтізбені, ауа райында және басқа да пайдалы ақпаратты үнемі көрсете алады. Яғни сен iPhone-ды горизонталды етіп ұстап тұратын құрылғы сатып алсаң, ол түні бойы саған сағатты көрсетіп тұрады. Және ол виджеттерді өзгертуге болады. Ал енді 15 Pro және 15 Pro Max-тың процессорына көшетін болсақ, тыңдаңдар. A17 Pro. Ол 3 нанометрлі, саны 19 миллиард чиптан құралған. Жалпы енді транзисторлар көп болған сайын процессор мықты болады. Яғни iPhone 15 Pro және iPhone 15 Pro Max-тың процессоры мықтырақ, жылдамырақ және аккумуляторы үнемдейтін процессор болады. Бұрын Sony PlayStation-де ойнаған Resident Evil Village деген еді ғой. Енді оны iPhone 15 Pro-да ойнауға болады. Кім бұл ойынды PlayStation-де ойнаған? Комментарий жазыңдаршы. Тағы да Assassin's Creed деген ойын бар еді ғой. Сонда ойнауға болады. Камерасына келетін болсақ, 15 Pro және 15 Pro Max-тың камерасы бұрынғыдай 48 мегапиксель, бірақ сенсоры үлкенірек, яғни жарықты көп қабылдайды. Түнде түсіретін болсаңыздар, бұрынғыдан жақсы түсіреді. Ал енді зумға келейік, жақындатып түсіретін яғни. Ол 15 Pro-да бұрынғыдай 3x болса, ал 15 Pro Max-та тыңдаңдар 5x болады. Яғни сіз 5x-ке жақындатқан кезде фото сапасы бұзылмайды. Бұнда 120 мм сенсор орнатылған. Егер кәсіби объективпен салыстыратын болса, ол үлкен объектив. Ал iPhone 15 Pro Max-та жаңа инновациялық технология арқылы сондай жетістікке жетті. Оған қоса заманауи оптикалық стабилизациясы бар, ал ол 14 Pro-дан салыстыратын болса, 2 есе жақсы жұмыс істейді. Менің ойымша, ең бірінші осы 15 Pro Max-ты мобилографтар сатып алады. Бағаларына келетін болсақ, 15 Pro бағасы ақш-та $1000, ал 15 Pro Max $1200. Айтпақшы, 15 Pro Max-та ішкі жады 256 гигабайттан басталады. Презентацияда тағы да Apple Watch туралы айтты, бірақ мен сіздерге iPhone 15 қандай болатынын жеткізгім келді. Сұрақтарың болса, сұрақ жаз, видео ұнаса лайк бас, iPhone бар достарыңа осы видеоны жібер. Көрсін. Енді оның 14 Pro iPhone-ы ескі, соны көрсін.